Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Кеше ғана менен Данияр Елеусінов туралы жаңалықтар айтуды сұраған көрермендерім болған. Енді міне солардың сұраныстарын орай олимпиадалық чемпионға қатысты жаңалық жетіп отыр. Біздің боксшымыз әлемдегі 4 беделді ұйымдардың рейтингінде үздік 5-те жүрген британдық жеңілмеген проспект Конор Бен командасының назарына ілігіпті. Талқандаушы деген лақап бар Бен қазір өзіне қарсыластар қарастыруда. Бұл ретте командасы үміткерлер тізімін жасаған. Міне сол тізімнің ішінде Елеусіновтың де кандидатурасы қарастырылыпты. Конор Беннің ісін Эдди Хирн жүргізеді, ал Хирн бір кездері қазақ боксшысында қарамағына алған болатын. Алайда кейінірек Елеусіновке оның менеджерлік істері ұнамай, одан кетуге шешім қабылдаған еді. Қазір ол әзербайжандық менеджер Зия Алиевпен бірге жұмыс жасауда. Беннің еншісінде 21 жеңілмеген кездесу бар. Оның 14-ін нокаутпен аяқтаған. Ал Данияр әзірге профиде 11 кездесу өткізіп, жеңілмей келе жатыр. Тараптар әзірге байланысқа шыққан жоқ. Кездесу туралы еш нәрсе талқыланбады. Демек, болсын болады деп айту қате. Оның үстіне қазақ боксшысы шынымен мықты. Беннің кіршіксіз рекордын бұзып кәсіпқойдағы мансабына қара таңба сала алады. Сондықтан Елеусіновпен кездесуден бас алып қашуы да мүмкін. Елеусінов соңғы рет өткен жылдың желтоқсанында аргентиналық Хуан Эрнан Ляомен бокстасып, IBO чемпиондық белбеуін ұтып алған болатын. Бұл белбеуді ол маусымда украиналық боксшы Иван Голубқа қарсы қорғау керек еді. Алайда кездесу өтпей қалды. Себептері белгісіз. Ал Данияр сол жекпе-жек алдында Америкаға барған. Біраз уақыт сол жақта жатыпты. Алайда сын өтпейтін болған соң қайтадан елге келіп алды. 25 жасар Бен соңғы рет сәуір айында бокстасып, Оңтүстік Африка Республикасының өкілі Крис Ван Херденді нокаутпен жеңді. Жалпы Даниярдың арманы Теренс Кроуфордпен шығу, алайда бұл арманы жүзеге асуы екі талай. Әсіресе қазіргідей менеджментпен жұмыс жасаса. Хирннен бекер кеткен секілді. Сол жақта қала беріп, британдықпен байланысын үзбегенде бір жағына шығармеді. Зия Алиевтің қолынан Даниярға үлкен сындар ұйымдастыру келеді дегенге аса сеніңкіремеймін. Өйткені оның Америкада кәсіпқой бокс әлемінде беделі жоқ десе де болады. Қол астына элиталы боксшыны алып, оны жетер шыңына жеткізе алмаса, онда үлкен обал жасағаны. Бұл сәйгүлікті бәйгеге салмай зарықтырумен тең. Даниктен күтер үміт мол. Енді сол үмітіміз ақталса екен. Ал бұл аралықта супер орта салмақта Канелоға қарсы 3-ші кездесуіне дайындалып жатқан Геннадий Головкинге WBA тосын сый ұйымдастырып қойыпты. Тосын сый болғанда жағымды нәрсе емес. Олар қазақ боксшысын Канеломен кездесу өткізгеннен соң Эрисланди Ларамен шығуға мәжбүрлеуде. Дәл қазір бұл Генаға қажет емес еді. Ешқандай алаңсыз мексикалыққа дайындалу қажет шақта WBA аяққа оратылуда. Неліктен? Сол кездесуден соң бұл шаруаны тындыруға болатын еді ғой. Негізі мұнда ешқандай заңсыздық жоқ. Гена ұйымның супер чемпионы. Бұл атақты ол Риота Муратадан тартып алған болатын. Енді оны қорғау керек. Үміткер кубалық Лара болып тұр. Олар бүй дейді. Канеломен кездесу өткізе сала, 5 күн ішінде Геннадий Эрисландимен кездесуге келісімін беру керек. Болмаса белбеуді босатсын дейді олар. Сосын 120 күн ішінде белбеуін қорғауға міндетті. Мұны кездесуден соң талқылауға болатын еді, бірақ WBA әдейі істеп отырған секілді. Енді Генаның ойы 10 саққа бөлінеді. Кездесуге дайындыққа кедергісін тигізуі мүмкін. Бұл туралы көп жазылады, айтылады. Ал оған Головкин көңіл бөлетіндігі белгілі ғой. Ал тура осы аралықта WBA ұйымына шағым түсірілді. Олар чемпиондық кездесулер белгілеуде түрлі қитұрқылыққа барған көрінеді. Бір сөзбен айтқанда, күмәнді тірліктері көп екен. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.